Бәріне сәлем, сіздермен Асел. Бүгінгі влогта демалыс күніміз қалай өтті, сол туралы қысқаша видео. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетсеңіздер, рахмет алдын ала. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Демалыс күнім құймақ пісіруден басталды. Одан кейін ішіне ірімшік пен қаймақты араластырдым. Екі балам тұрып алды 8:30-да. Мына жерде қызым қолын салып жеп тұр. Қант салдым, содан кейін екеуіне құймақтың ішіне салып бердім. Улап-шулап үшеуміз таңғы асымызды ішіп болдық. Мен кофе іштім, балалар су ішті. Одан кейін далаға шығайық дедік, түскі асқа дейін. Далаға шықтық, күн жылы болып тұрды, бірақ кішкене жел бар мына жерде. Содан кейін қалың киіндіріп қойдым кішкене. Далаға шыққанда біз осы жасыл сөмкені алып шығамыз. Ішінде шелек, қалақ, формочкалар бар, құмда ойнайтын. Ойнасақ та ойнамасақ та алып шығамыз. Неки сол көтеріп алды ұлым өзі. Мына жерде бізде алма бақ сияқты бар, үлкен. Ішіне кірейік дедік та кірмедік. Неки үшеуміз кетіп бара жатырмыз. Үйдің жанында балалар тракторды көріп қойды мына жерде. Мына жерде старый бір заброшенный бір кірпіштен жасалған бірдеңе тұрған. Соны трактор келіп бұзды. Қайда барасың? Әлімхан бізде тракторды өте жақсы көреді, соны қарап тұрды. Қыз да қалыспайды, жанына бар болды. Қарап тұрды. Бір 30 минутта осы жерде қарап тұрған шығармыз. Содан кейін әзерлегенде алып кірдім үйге. Үйге кіргеннен кейін түскі асты дайындайын деп шештім. Оған осы алдында алған тауықтың аяқтары, волин және де гречкамен бірге духовкаға тез-тез пісіре салайын деп шештім. Жерде тауықтың аяқтарын суық суға жуып алдым осылай. Одан кейін сәбізді аршып чоркадан өткіздім. Гречканы жуып алдым да осылай. Үстіне сәбізді қойдым. Одан кейін тауықтарды маринаттап бетіне салып, духовкаға салып пісіріп алдым. Маринаттағанда тауықтың етіне тауыққа арналған дәмдеуіштерді салам. Одан кейін зәйтүн майы, майонез, тұз, сонымен бәрін араластырамын да. Одан кейін гречканың бетіне саламын. Гречка пісірғандықтан кішкене су құямын. А то күйіп кетеді. Біз кейде қолдың сүтін аламыз.
Сол кезде мына кастрюляға пісіргенмін. Сөйтсем асты күйіп кетіпті осылай. Содан кейін қалай кетірем дедім да, қарасам неше түрлі әдістер бар екен. Сосын біреуін қолданып көрейін дедім. Жасай ма, жасамай ма деп. Ол үшін бізге бір ас қасық тұз керек. Одан кейін ас қасық ас содасы және 2 ас қасық уксус керек. Менде 70%-тік. Соны құйып көрейін дедім. Одан кейін осының бәрін араластырып, мынандай көбіктері шығады. Соны 15 минутқа қақпағын жауып қойып қою керек екен. Сонымен жарайды деп қойып қойдым. 15 минут өткеннен кейін газды қосып, одан кейін бір кружка су құйдым. Сосын қайнатып алдым осылай. Мінекей суымыз қайнап жатыр мына жерде. Вилкамен шұқып қоям, кетіп қалды ма, кетпеді ма деп. Бірақ әлі кеткен жоқ сияқты. Бірақ қап-қара точка болып ақырындап ыдырап жатыр. Енді көрейін дедім, соңына дейін не болатынын. Короче, мынандай болып тұр. Суымыз қайнағаннан кейін оны өшіріп қойып, тағы да жарты сағат қойып қойдым. Содан кейін қарасам, іші осындай қап-қара болып кеткен сияқты болып көрінді. Енді көрейін дедім. Содан кейін суық суды ағызып ішін шайқайын дедім. Менде қырғыш жоқ болды. Сол үшін мынандай губканың шеті болады ғой. Сондай қыратын жағы, сомен жуып шықтым суық сумен. Бір жағынан кетіп жатқандай болды. Сомен қыра бердім. Сомен әдіс жұмыс жасайды екен. Түгел алып түсті. Мінекей кастрюлямның іші ағарды. Емалін да құртпайды екен. Органический әдіс екен. Жақсы. Ешқандай химикат ештеңе қоспайсыздар сонда. Елдің бәрі Пиндододан сайттан заказ беріп жатса, мен өзім бұрыннан келе жатқан Алиэкспресстен осындай пипеткалар балаларға заказ берген. Мына жерде осындай көріп ойнатып жатырмын. Красканы мақтаға құйып. Олар сумен ойнағанды жақсы көреді. Неке үйреніп жатыр қызым. Олым болса біледі. Балам садикке бармаған күні үйдің іші осылай шашылып жатады. Екеуі бірақ жақсы ойнайды. Бәрін шашып тастап ойнайды. Столға дейін айналып кетеді біздің үйде осылай. Қызым өтірік ұйықтап жатыр мына жерде. Одан кейін кешке жақын папасы келді жұмыстан. Папасымен тағы ойнады. Одан кейін кешкі асымыз дайын болды біздің. Түскі асым мінекей осындай. Бағанағы тауық аяқтарын осылай салдым. 180 градуста 35 минутқа салдым. 35 минутта тура пісіп шықты. 35 минут өткеннен кейін духовкадан шығардым. Тауықтарым өте дәмді болды. Бұл видеоның соңы. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.